Қайырлы күн, сіздермен бірге Ұстаз Тайм каналы. Бүгін Excel бағдарламасында осындай диаграмма құру жолдарын ұсынатын боламыз. Ең алдымен бізге осындай жылдық қорытынды немесе жылдық сапа деген сияқты өздеріңізге керекті мәліметті жазып аласыздар. Яғни мен қазақ тілінің жылдық қорытындысын шығарып қойдым. Дәл осылай қорытындыны шығару жолдарын сіздерге қазір ұсынатын боламын. Тен батырмасын басып, средний значениен батырмасын басамыз. Мына жерде орыс тілінің бірінші 90 қорытындысы мұнда бізде жазылып тұр. С 9-шы қатарда бөлу бөлу 4-ші 90-ымыз F 9-ші қатарда берілген. Окей батырмасын басамыз. Міне 72-де 5 жылдық қорытынды шықты. Ағылшын дәл солай жасаймыз қазір. Ағылшын тілінің де жылдық қорытындысын тең батырмасын басып, средний значение функциясында мына жерде жоғарыда жазылып тұр. Бізге бірінші ағылшын тілінің S 10-ші қатарда берілген. Бірінші 90-ның қорытындысы, 4-ші 90-ның қорытындысы. Бізде F 10-да берілген. F 10-да 10-ші қатарда жазылып тұр. Окей батырмасын басамыз. 67-де 5. Математиканы да дәл солай тен батырмасын басып, средний значениені басамыз. Жерде 11-ші қатарда тұр бізде математика. 11 F 11 S 11. Міне бізде математика пәні бірінші 90-да S 11-ші қатарда тұр. 4-ші 90-ымыз F 11-ші қатарда тұр. Окей батырмасын басамыз. Барлық жыл қорытындысы шықты. Енді 72-де 75 болды. Енді біз осыны қоршап алып, диаграмманы құрамыз. Ставки батырмасына басамыз. Мына жерде әр түрлі диаграммалар берілген. Гистограмма, объемная гистограмма, график түріне әр түрлі диаграммалар берілген. Сіздерге өздеріңізге қалаған диаграмманы аласыздар. Қазіргі бізге ыңғайлы гистограмма. Міне бізде диаграмма дайын болды. Бірақ мына жерде біз қай санға, қай қорытындысы дұрыс көрінбей тұр. Енді біз осыны сан түрінде таңдап аламыз. Сандарын көрсететіндей қылып, жоғарғы жақта жазылып тұр. Міне төбелеріне жазылды. Әрбір пәннің өзіндік санын көрсетіп тұр. Енді осы жерден біз қара түсті қылып алайық. Анық көрінетіндей, әрбір пәннің өзіндік түсі берілген. Қазақ тілі мұнда көк түсті, бірінші 90-ның қорытындысы, мынау 2-ші 90-ның қорытындысы, мынау 3-ші 90-ның қорытындысы, 4-ші мынау жылдық сапа қорытындысы. Міне дәл осындай біз диаграмманы осылай жасаймыз. Сіздерге ұнады деген сенімдемін. Комментарий жазып, менің каналыма тіркеліп кетіңіздер. Сау болыңыздар.